Негіздер құрамында гидроксид ионы бар күрделі заттар. Олардың жалпы формуласы металл және гидроксид тобынан тұрады. Негіздер ерігіш және ерімейтін болып екіге бөлінеді. Сілтілер суда жақсы еритін негіздерге жатады. Негіздер индикаторлардың түсін өзгертеді. Мысалы, фенолфталеин сілтіде таңқурай түске боялады. Негіздер қышқылдармен әрекеттесіп, тұз және су түзеді. Бұл реакция бейтараптану реакциясы деп аталады. Негіздер қышқылдық оксидтермен де әрекеттеседі. Нәтижесінде тұз және су түзіледі. Кейбір ерімейтін негіздер қыздырғанда ыдырайды. Мысалы, мыс гидроксиді қыздырғанда мыс оксидіне айналады. Бүгін біз негіздердің қасиеттерін зертханалық жұмыс арқылы анықтаймыз. Тәжірибе барысында олардың химиялық реакцияларын бақылаймыз. Зертханалық жұмыста қауіпсіздік ережелерін сақтау өте маңызды. Қорғаныш құралдарын киіп, реактивтермен абайлап жұмыс жасаймыз. Натрий гидроксидіне фенолфталеин тамызамыз. Ерітінді таңқурай түске боялып, сілтілік орта бар екенін көрсетеді. Натрий гидроксиді тұз қышқылымен әрекеттеседі. Натрий гидроксиді қосу тұз қышқылы тең, натрий хлориді қосу су түзіледі. Кальций гидроксиді көмір қышқыл газымен әрекеттеседі. Кальций гидроксиді қосу көмір қышқыл газы тең, кальций карбонаты қосу су түзіледі. Мыс гидроксидін қыздырғанда ол ыдырайды. Мыс гидроксид тең мыс оксиді қосу су түзіледі. Тәжірибе нәтижесінде негіздердің негізгі қасиеттерін анықтадық. Олар индикатор түсін өзгертеді және түрлі заттармен әрекеттеседі. Негіздердің қасиеттерін білу химияны түсінудің маңызды бөлігі. Өз қорытындыларыңызды жазып, пікірлеріңізде бөлісіңіздер.